біздер екі сыммен басқа тағатын повязка тоқып үйренеміз. Повязканың жалпақтығын өзіңіз білесіз, жіңішке қыласыз ба, жалпақ қыласыз ба, және соған байланысты неше жіптен бастайтыныңызды өзіңіз қарайсыз. Мен қазір 14 жіптен, 16 жіптен тоқимын. 3, 4. Қалай бастау керек екенін білмесеңіз, жалпы сыммен бұрын тоқып көрмеген болсаңыз, менің парақшамда сабақ бар. Қалай бастау керек, қалай оң тоқу керек, қалай сол тоқу керек, соны қарап алыңыз. 6, 9. Мен бұнда сыммен қалай тоқуды үйретпеймін, повязка тоқуды үйретемін. Сондықтан қалай тоқылу керегін сабақтан қарап аласыздар. 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 жіптен бастадым. Бұл тапқандай жіңішке болмайды, тоққан кезде мына шамал жалып береді. Енді ары қарай тоқимыз. Бұл повязка жемчуг деп аталады, өрнегі жемчуг деп аталады. Бұл оң және сол тоқуларды араластырып тоқылады. Біріншісін іліп аламыз, тоқымаймыз. Келесісін оң тоқимыз. Енді сол тоқимыз. Оң, сол, оң, сол, оң, сол, оң, сол. Осылай чередовать етеміз. Бір оң, бір сол, бір оң, бір сол. Қатты тартып тастамаймыз жіпті, сонда узорларымыз әдемі шығады. Қатты боста қылмаймыз. Міне, енді келесі жағын тоқимыз. Біріншісін жай ғана іліп аламыз. Біріншісін іліп алғанда да қарау керек. Міне мен қазір былай іліп алып тұрмын ғой, енді қазір мен мына жаңағы оң тоқығанымды, мен аяғы оң болып тұр, оң тұр. Бұны мен енді сол қылып тоқимын былай. Ал мына сол тоқығанды, міне солақай болып тұр, мынау бер жағынан. Соны оң қайғылам. Яғни шахматынан порядке тоқимыз. Оңның үстіне сол түсу керек, солдың үстіне оң түсу керек. Түсінікті, да? Сол, оң, сол, оң, сол, оң, сол, оң. Соңғысын оң қылып тоқи салсақ болады. Шеткісі ол не важный, оң ба, сол ма. Енді жаңағы айтайын деген, мына шеткісін іліп алғанда да қарау керек. Міне. Қазір мен мынау сол болып тұр ғой. Мен бұны қазір оң тоқимын, мен осыны былай іліп аламын, міне оң тоқимын. Мына жіп артқа қарай кетті, оң тоқыған кезде. Сонда мен бірінші іліп алғаным, міне былай X шамал айқасып түсті. Ал егер мен бұны былай алсам, так, жаңа қалай тұр? Осылай тұрды ғой, Егер былай алатын болсам, мына жібім артқа кетті ғой, мен былай кетті ол. Мен оң тоққан кезде мынау айқаспайды, мына жер былай ашық болып түседі. Көріп тұрсыздар ма, мына жер? Ол шеті әдемі болмайды, былай ашық былбырап тұрады. Ал егер де мен оны былайынан алатын болсам, мына жіп міне артқа кеткенде ол мына жақтан кетіп тұр, сонда мына жер былай шамалы айқасып түсті, көрдіңіз ба? Сонда ол жанынан былай міне жаңағыдай ашық тұрған жоқ. Әдемі болып түседі. Қазір шамал ұзындау болып тоқылған кезде көресіздер қалай түсіп жатқан. Енді міне жаңа оң тоқығанымды сол тоқимын, тағы да сол тоқығанымды оң, міне оңның үстіне сол, солдың үстіне оң. Осылай кете береді. Ешқандай қиындығы жоқ. Дәл осылай тоқи береміз. Мына жерде шетін тағы көрсетіп жіберейін. Мен қазір мына жерде сол тоқу керекпін. Мына оң болып тұр, мен бұның үстіне сол тоқу керекпін. Енді мына жібім менің, мына аяқта тұр, өз жағымда тұр. Енді мен қазір былай алып сол тоқысам, мына өз жағымда қалды, солай қалып тұр. Ол міне тағы жаңағыдай ашық болып кетеді. Ырбиып қалады, былайша айтқанда, грубо айтқанда. Сондықтан мен оны былай алмаймын. Мына жібім артқа қарай кетіп, былай кету үшін былай алам. Сол тоқыған кезде ол мына аяғымда қалып тұр, ол былай қарай кетіп тұр. Егер оң тоқитын болсам, ол былай қарай кетіп қалады, мына жер ашылып қалады, ырбиып. Былай оң тоқитын болсам. Ал мен сол тоқимын қазір, сонда ол жіп мына жақтан келеді, мына жерде былай айқасып түседі. Мен мана біріншісін сіздерге айтам дедім да, көрсетем деп солай алдым ғой, сол міне ашық болып қалды. Ал мына міне айқасып түсті. Ол қазір шеті әдемі болып тұрады. Міне осылай айналдыра тоқи береміз кезек-кезек. Сол шетін іліп алған кезде байқап отырыңыздар, өзі ыңғайы келіп тұрады, қарайсыздар. Қалай түскен іліп алғанда ашық
болып кетеді. Қалай іліп алғанда айқас түседі. Сол шетін қарап отырсаңыздар болды. Себебі ашық болып кетсе шеті ырғи қалады. Міне, мына соңғысын тоқығанда да міне, мына былай айқас, мен қазір мынаны былай алсам, мына жер міне былай ашық болып қалады. Міне былай алсам, мынау ашық болып қалайын тұр. Сондықтан мен былай алмайым, былай алам. Мына сонда былай өріліп кетеді ғой. Шетін тағы бір көрсетейін. Міне қазір мына жерде сол тұр, мен оң тоқу керекпін. Сол үшін мен осылай ала берем мынаны. Жоқ. Осылай ала берем. Міне сонда ол мына жібім былай қарай айқасып кетеді. Көрдіңіздер. Ал егер де мен оны былай алатын болсам, мына жіп мына жақта қалады да, сол ырғиып қалады арасы, ашылып қалады. Сондықтан мен оны былай алам. Айқасып кету үшін. Түсінікті ғой, айқасып кету керек мынау былай. Болды, осылайша. Енді мен қараңыздар, мен 16 жіптен осылай шықты. Осылай шығып жатыр қазір. Өлшеу керек қанша болған. Тоғыз жарым сантиметр болып жатыр жалпақтығы. Осылайша өзіңізге қажет ұзындықта осылай тоқып аласыз. Енді ол ұзындықты, яғни тоқып атқан адамның басына өлшейсе, өзіңізге тоқып атсыз ба, кішкентай қызға тоқып атсыз ба, басына айналдыра өлшеп аласыз. Қажет ұзындыққа дейін осылай тоқиып, өз бетімізше тоқимыз. Мінекей, мен өзіме қажет ұзындықта тоқып алдым. Ені жаңағы айтқандай, мен жалпақтығы 9 болды, енді былай тартқасын 9 болды, Енді ұзындығы менде 40 болды. Енді әркімде әрқалай, жаңағы басының өлшеміне қарай. Енді осылай тоқып алғаннан кейін енді қалай жабамыз шетін. Шетін екі түрлі әдіспен жабуға болады. Қазір көрсетсем. Біреуі міне былай біріншісін алдық, тоқымайды іліп алдық. Енді мынаны оң тоқимыз. Және мынадан былай өткіземіз. Міне осылай тоқып алдық қой. Енді мына артындағы неден ілмектен өткізіп аламыз жай ғана. Енді келесісін тоқимыз. Және бұны да мына артындағыдан өткіземіз. Келесісін тоқимыз. Артындағыдан өткіземіз. Міне. Сонда осылай жабыла береді. Өрім болып. Осылай істеуге болады, немесе былай етуге де болады. Енді мынаны тарқатпай-ақ қояйын, Осылай басында осылай тұрды ғой жаңа, мына басында, Екінші тәсілі жабудың. Ол былай. Біріншісін іліп алмайсыз, сонда сразу екеуін бірге тоқисыз шетінен бастап. Екеуін бірге тоқыдық. Енді мына тоқып алған ілмегімізді мынаған қайтадан кигіземіз. Және тағы екеуін бірге тоқимыз. Міне тоқып аламыз, сосын мынаған қайтадан кигіземіз. Екеуін бірге тоқып аламыз, тағы кигіземіз. Осылайша бәрін жауып шығамыз. Тек қана 10 тоқимыз жапқан кезде. Міне. Қайсысы сізге ыңғайлы? Жаңағы мына бірінші тәсіл ыңғайлы ма, или екінші тәсіл ыңғайлы ма? Сонымен тоқи беріңіз. Жауып. Разницасы жоқ, екеуі де осындай болып түседі, не болып, өрім болып. Міне осылай ең соңына дейін жабамыз. Ең соңғысына келдік. Енді мынаны қазір қосып тігуге не қалдырамыз? Жіп қалдырамыз шамалы. Жібімізді үземіз. Үземіз да мына соңғыны былай шығарып жібереміз. Болды. Тоқу осымен аяқталады. Енді мына екеуін қосып тігеміз. Мен мынандай инеге өткізіп алдым, әдейі тоқуға арналған ине. Тоқыманы тігуге арналған. Сіздерде бұндай ине болмаса, кәдімгі тебен инеге өткізіп алсаңыз болады, главное жібіңіз өтсе болады. Ондай тебен ине жоқ болса, крючокпен нетуге де болады, тігуге. Так, енді мына жіпті қазір қиямыз. Қиып, арасына жасырып жібереміз, Мына мешать етпеу үшін қиып тастайық сразу. Өте қатты қысқа қылып жүрмеңіздер. Осылай қиып, крючок. Міне жаңағы көрсетіп жіберейін, мына шеті қалай түскен міне. Көрдіңіздер ме? Шеті міне айқасып, аккуратно болып тұр. Ал жаңағы шетін іліп алғанда дұрыс іліп алмасақ, жаңағы ашық-ашық болып қалатын болса, бұндай аккуратно болмайды. Мынаның бәрі ашық-ашық болып тұрады.
Енді мына осылай сложить етеміз да, екеуін беттестіреміз. Негізі мына менде дұрыс жаппағанмын. Мына жағы, оң жағым бастағанда мына жағы болыпты, мына сол жағы, мына оң жағы. Ал аяқтағанда мына жағым сол жақ болып қалған, мына оң жағым мына жақта қалыпты. Мен жаңа тағы да бір ряд тоқып барып жапқанда, былай қарай жапқанда, мына жағы да оң болып түсетін еді. Но мына повязкада ол маңызды емес, себебі көрінбей кетеді қазір. Ал мына жер көрініп тұратын повязкада негізі екі жағы да оң жағы бірдей болған жақсы, былай болып. Ал мында маңызды емес енді. Енді тігу үшін әуелі ортасын табамыз, бір жағын, екі жағын бөлектігіп аламыз, әуелі ортасын тауып аламыз да, міне. Енді осыған мынаны былай әкелеміз. Осылай бүйтіп бүктейміз. Складка жасаймыз ғой мына жерде. Мынаны былай складка жасаймыз. Яғни екі жағынан осылай складка жасаймыз. Енді осыны тігіп аламыз. Кәдімгі былай тіксеңіз де болады, былай тіксеңіз де болады. Енді ешқандай айырмашылық жоқ, себебі бұл тігіс бізде қазір көрінбей кетеді. Главный жақсы нығыз тігілсе болды. Босап кетпей. Так, мына жерін былай қосып жіберейік. Жіпті былай бір байлаймыз да, осылай байлап үземіз. Және мына ұшын шамалы арасына жасырып жіберсек болады. Крючокпен болады, енді крючок жоқтарға сыммен көрсетейін. Сыммен де осылай кіргізіп жіберуге болады. Сыммен енді шамалы ыңғайсыздау, бірақ сонда да жасауға болады. Ал крючогыңыз болса, крючокпен тез-тез жасап жібересіз. Осылай. Так, мына жағында дәл солай бүйтіп ортасын табамыз. Мынаған жіп жалғап жіберу болады. Қазір. Екінші жағында тіктім, жаңа кішкентай жіпке жіп жалғап, инеге өткізіп алып тіктім. Енді мына екі арасын қосамыз. Мына жібіміз біздің мына ортада қалды, бір байлап жібердік. Енді соны былай жайлап арасымен бір шетіне әкеліп аламыз. Енді оны былай тігеміз. Ешқандай қиындығы жоқ, екеуін қосып тігеміз. Мына жағынан тағы бір жүріп шықсаңыз болады. Бірақ осылай да болады. Енді жібімізді тағы бір байлап жіберейік мына жерге. Енді дәл осындай әдіспен, яғни оң сол тоқумен жіңішке, мына жерге тігетін жіңішке бір бөлшегін тоқып аламыз, дәл сондай қылып. Міне мен 9 жіптен бастап тоқып алдым. Ені 5 см, ұзындығы 10 болды. Осылайша тоқыға бастап, өзіңіздің қалауыңызға қарай, менікі міне бұндай болып шықты, жалпақтау. Жіңішке қылсаңыз да болады, мынандай қылып да. Мен 9 жіптен тоқыдым. 6-аудан тоқысаңыз болады, мынандай қылып жіңішке қылып. 8-ден тоқыс, 7-ден, өзіңіз қарайсыз соны. Мен сәл жалпақтау қылдым. Міне жіпті соңын жапқан кезде осылай жіп қалдырамыз тігуге. Міне жаңа екі жағы да оң қылып бітіру деген, міне мен екі жағы да оң қылып бітірдім осында. Екі жағы да сол жағы ішке қарай кетіп, мынаны оң жағын осылай қоямын. Енді осыны былай айналдырамыз да, мына бір жіпті жасырып жіберсек болады, бұл бізге қажет емес. Сондықтан бұны мешать еткізбей кіргізіп жіберейік.
Бұны негізі бастаған кезде мына арасына қосып тоқып жіберуге де болады. Ең басындағы жіп қой бастаған. Тоқып жіберуге де болады арасына. Сонда ондай артық жұмыс болмайды. Так, енді міне мынаны былай қойып, мынау бізде мынау оң жағы осы, оң жағы мынау сырт жағы, мынау іш жағы. Мынаны былай орап, іш жағына осылай тігіп тастаймыз. Кәдімгідей екеуін қосып тігеміз. Бір байлап жібереміз. Енді мынау былай әрі-бері жылжымас үшін, былай жылжымас үшін, былай мынаған бүйтіп қосып тігіп тастасақ болады. Мен жібім қысқа болып қалды, ұзын қылып қалдырыңыздар жіпті. Қысқа қылып бүйтіп тастаппын. Осылай. Осылай бір шетінен, бір шетінен бір жіпті ұзындау қылып қалдырып, солай тігіп тастасаңыз болады. Енді мынау қысқа болып қалды, қазір мына жерге байлап тастайын. Қысқа болып қалса қалай істеу керегінде қараңыздар мына жіп. Инені бірінші қадап қойып барып жіпті кіргіземіз, а то жіпті кіргізіп алып инені қадайын десеңіз, ол шығып кетеді, мына жіп иненің ұзындығына жетпей. Сондықтан қадап алып осылай бүйтіп байлап тастаймыз. Енді жіпті ұзындау қылып қалдырып, тағы да мына жағына қарай былай өткізіп алып, жаңағы жібіңізді мына жерден де былай бір тігіп тастаңыз. Енді мына жерінен тағы бір тігіп жіберемін. Міне осылай повязка дайын. Әп-әдемі, аккуратный, лишний ештеңе жоқ. Мына жеріңізге қаласаңыз брошка тігіп қойыңызға болады, моншақтар тігіп қойыңызға болады. Былай моншақтар енді әркім өзінің вкусына қарай, қалауына қарай жасасаңыз болады. Ақ моншақтар тігіп қойсаңыз да андай жемчуг сияқты әдемі болып тұрады. Осы, мен осылай қалдырамын.